Аман қалдық шүкір. Көпшілікке Айсара атымен танылған актриса Дариға Бадықова жол апатына ұшырады. Бұл туралы ол өзінің желідегі парақшасында жазды. Айтуынша ол күйеуімен Сарыағашқа тойға барған, салтанатты кешке демалып бару үшін ерлі-зайыпты жеке такси жалдаса керек. Алайда тойдан қайтып келе жатқанда темір тұлпар қарама-қарсы жолға шығып кетіп басқа көлікпен соғылған. Салдарынан күйеуінің маңдайы жарылып, қолы сыныпты, өзі түрлі жарақат алған. Өнер жұлдызының қал жағдайын білу үшін біз де өзіне хабарластық. Актриса отағасының денсаулығына алаңдап отырған жасырмады. Ауруханадамыз әлі күйеуім жағдайы операцияға дайындап жатыр да, кішкене бір жүректерінде бір не болып тұр. Сосын ертең ба бұйырса жасайды операция. Өзім денсаулығымды ұмытып кеттім сол күйеуіме қарап. Өзіңіздің жағдайыңыз жақсы ма? Бас, кеуде бәрі, конечно, ауырып тұр. Кеуде, қолдағы, тамырдағы нервтер қысылып тұр кішкене, солардың бәрін. Оны енді күйеуім кішкене жақсарып алсын, өзім әйтеуір демей қоймын.